Өзбекстан әлем чемпионатына шықты. Ал Қазақстан неге әлі күнге дейін шыға алмады? Сәлем достар. Футбол әлемінде тарихи оқиға болды. Өзбекстан ұлттық құрамасы тарихында алғаш рет әлем чемпионатына жолдама алды. Миллиондаған өзбек жанкүйері бұл күнді ондаған жыл күтті. Көшелерде мереке болды. Адамдар көз жасын тия алмады. Себебі бұл жай ғана футболдағы жеңіс емес еді. Бұл тұтас елдің жеңісі еді. Ал дәл осы сәтте Қазақстан жанкүйерлерінің көкейінде бір сұрақ пайда болды. Неге Өзбекстан шықты, ал Қазақстан әлі күнге дейін шыға алмай жүр? Бізде де футбол бар, бізде де стадион бар, бізде де қаржы бөлінеді, бізде де талантты балалар жетеді, бірақ нәтиже неге жоқ? Бүгін осы сұраққа бірге жауап іздейміз. Өзбекстанның үлкен арманы Өзбекстан үшін бұл жетістік бір күнде келген жоқ. Олар 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін футболды елдегі бас спорт түрлерінің біріне айналдырды. Жыл сайын футболға инвестиция құйылды, жаңа академиялар ашылды, жасөспірім футболына ерекше көңіл бөлінді. Бірақ нәтиже бірден келген жоқ. 2006 жылғы әлем чемпионы іріктеуде олар өте жақын келді. 2014 жылы тағы мүмкіндік болды. 2018 жылда армандар орындалмады. Басқа мемлекет болса әлдеқашан тоқтап қалар еді. Бірақ олар тоқтамады. Жүйені өзгерте берді, жастарға сенім артты. Сол жұмыстың нәтижесін бүгін көріп отырмыз. Бүгінгі Өзбекстан құрамасына қараңыз. Құраманың жартысы дерлік жоғары деңгей ойнайды. Кейбір ойыншылар Европада өнер көрсетуде. Жастар құрамалары Азияда тұрақты түрде жақсы нәтиже көрсетіп келеді. Бұл келесоқ емес. Өйткені олар балалар футболынан бастады. Бір бала 7 жасында академияға келеді. Ол жерде кәсіби жаттықтырушылар жұмыс істейді. Заманауи алаңдар бар, медициналық бақылау бар, дұрыс тамақтану жүйесі бар. Яғни футболшыны бала кезінен дайындайды. Ал Қазақстан мұндай жүйе толық қалыптасты деп айту қиын. Көп адам бәріне ЮЕФА кінәлі дейді. Қазақстан Европада ойнады. Бұл рас. Бірақ мәселе тек сонда емес. Мысалы, Исландияны алайық. Халқы не бәрі 400 мыңға жуық. Соған қарамастан олар Евроға шықты. Әлем чемпионатына шықты. Ал бізде халық саны әлде қайда көп. Мүмкіндік те көп. Демек мәселе басқа жерде. Кез келген мықты құраманың негізі балалар футболы. Францияны қараңыз, Аргентинаны қараңыз, Испанияны қараңыз. Барлық академиялардан басталады. Ал Қазақстан көптеген талантты бала жоғалып кетеді. Неге? Себебі қай жерде жағдай жоқ, қай жерде алаң жоқ, қай жерде жақсы жаттықтырушы жоқ. Кей ата-ананың балаға футболға баруға мүмкіндігі жоқ. Нәтижесінде көптеген талант көзге түспей қалады. Европадағы шағын қалалардың өзінде бірнеше сапалы алаң бар. Ал бізде үлкен қалалардың өзінде кейде алаң жетіспейді. Қыстың ұзақ болуы да әсер етеді. Жабық манеждер аз. Бала жыл бойы бірдей дайындала алмайды. Бұл үлкен проблема. Тағы бір маңызды тақырып. Қазақстан клубтарында шетелдік ойыншылар көп болды. Әрине олардың ішінде жақсы футболшылар да бар. Бірақ мәселе нада. Легионер көп болған сайын жергілікті жастардың ойнау уақыты азаяды. Жас ойыншы тәжірибе жинай алмайды. Нәтижесінде ұлттық құрамаға дайын футболшылар жетіспейді. Жыл сайын футболға миллиардтаған теңге бөлінеді. Бірақ жанкүйерлер бір сұрақ қояды. Нәтиже қайда? Стадиондар толмайды. Клубтар Еврокубоктарда жиі ұтылады. Ұлттық құрама әлем чемпионатына шықпайды. Сонда қаржы қаншалықты тиімді жұмсалып жатыр? Бұл сұрақты жанкүйерлер көптен бері қойып келеді. Өзбекстанның қазіргі буыны өте мықты. Олар жастар арасында Азия чемпиондарына шығарды. Әлем чемпионаттарына қатысып жүр. Бұл буын бірнеше жыл бойы бірге өсті. Бір-бірін жақсы түсінеді. Сол себепті нәтиже келеді. Қазақстанның үміті бар ма? Әрине бар. Бізде талант жоқ емес, керісінше талант жетеді. Бахтияр Заудинов, Нұралы Әліп, Максим Самородов, Дастан Сапаев сияқты жастар. Мәселе талантта емес, мәселе жүйеде. Егер жүйе дұрыс жұмыс істесе, Қазақстан да үлкен турнирлерге шыға алады. Болашақта не болу керек? Бірінші, балалар футболын дамыту. Екінші, жаттықтырушылар деңгейін көтеру. Үшінші, инфрақұрылымды жақсарту. Төртінші, жастарға көбірек мүмкіндік беру. Бесінші, ұзақ мерзімді жоспар құру. Өзбекстан дәл осы жолмен жүрді. Сондықтан нәтиже алды. Өзбекстанның әлем чемпионатына шығуы кездейсоқ емес. Бұл жылдар бойы жасалған жұмыс нәтижесі. Ал Қазақстан үшін бұл қызғаныш емес. Бұл сабақ болуы керек. Өйткені көрші елдің қолынан келген нәрсе біздің де қолымыздан келеді. Бірақ ол үшін өзгеріс қажет, жүйе қажет, сабыр қажет. Ең басты нақты жұмыс қажет. Бәлкім бір күні біз де әлем чемпионатында Қазақстан туын көтерерміз. Бәлкім бір күні әлемнің үздік құрамаларына қарсы ойнайтын шығармыз.
Ал сіз қалай ойлайсыз? Қазақстан қай жылы әлем чемпионатына шығады? Пікірге өз ойыңызды жазыңыз. Лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз.